әлі күнге дейін Айгөлекке хат жазатын балалар бар екен. Бұл мені қуантады. Бала, ол сіз емес жұмыстан шаршап келген. Ол сіз емес кредитін төлей алмай, анам ойлап келген. Ол бір бар күш балада, бар ынта балада. Сіздің жан дүниеңізге байлық болып жиналмаған бос орын. Солар сасып жатыр, солар бықсып жатыр, балалар сотталып жатыр. Әйтпесе тағы да кісі қолынан қаза тауып жатыр. Қайдан шықты бұл? Қаншерлік, бұл қаныпезерлік қайдан шықты? Мысалы, балалардың қайтадан кітап оқуына қалай әсер ете аламыз? Ел деген тұлғаларды танымайды, ғалымды танымайды, ақынды танымайды, жазушыны танымайды, есесіне тек қана әншіні таниды. Біздің оқымауымыздың салдары, біз әлеулеймен кетіп қалдық та, фонограмманың әншілерін көтерумен кетіп қалдық бәріміз. Біз қазір ұсақталып кеттік, тақырыбымыз ұсақталып кетті, өйткені біз оқымағанбыз. Кейде саңырау, кейде мылқау, кейде соқыр болуға кейде тура келеді. Қайырлы кеш, құрметтілерім. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы балалардың ой өрісін кеңейтіп, қазақ тілінің шырайлығын сақтап, өзіміз сияқты қыз келіншектерге әпкелік кеңесін беріп жүрген Айгөлек журналының бас редакторы, авторы, биыл 25 жыл болған тәуелсіз журналдың бас редакторы, біздің сүйікті әпкеміз Қымбат Әбділдақызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Сізді көптен бері өзімнің подкастымда көргім келді. Ақыл кеңесіңізді, сіздің беретін бізге ой өнегеңізді естігім келді, сондықтан қош келдіңіз деймін. Ең алғашқы сұрағым Айгөлек журналынан болсын, өйткені биыл 25 жылдығы екен, журналдың жағдайы қалай? Ең бірінші көрерменге, бізді қарап отырған подкастыңыздың тұрақты оқырмандарына арнайы сәлем бердік. 60-қа келгеннен ақыл сұра дейді қазақ. Еңбек тәжірибесі үлкендерден ақыл тыңдағысы келетін өрелі жастар, зерделі жастар арамызда аз емес. Оны мен кездесулерде жүргенде көрем, түрлі шақыруларда сезем. Ақыл деген адамға ол тек қана үйіңнен алған, әке шешеңнен алған тыйым сөздер мен ол жаман ғой, олай істеме, бұлай істеме дегендермен ақыл адамда молаймайды. Ол бағыт, ол ұяттың не екендігін сезіндіріп, ұяттың ұлы тәрбие екенін сенің ішіңе үлкен қып бір жарықты орнатып қойғанмен бірдей нәрсе ол. Сіздер жақсы көресіздер әке шешелеріңізді, иә? Солардың бір еңбегін қалай ақтасам екен, солардың бір шаршауларын қалай бассам екен, солардың бір ізгі жолын қалай жалғастырсам екен, жақсы адам болып, менің ұлым, менің қызым дейтін мақтанышына айналсам, сол арқылы мен елдің де сүйетін, сүйінетін бір ұлы мен бір қызы болам ғой деп ойлайды саналы бала. Абайдың мына 19-шы қара сөзін мен енді бұлай қып айтам. Адам анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп. Ол тәннің қызы, ол өзіме ғана керек. Ол мені жалқаулыққа бастайды. Ол мені кәдімгідей құр жаныңды күтуге, өзімшіл болуға бастайды. Екінші бала анадан туады екен. Көрсем, білсем, анау неге жарқ етті, мынау неге жалт етті, мынау қандай ғажап дүние, мынау қандай жақсы адамдар, мына мен келіп отырған студия қандай керемет. Менен сұрақ алып сұхбатқа шақырған Айнұр ханымның бойында қандай қазақы қасиет бар деген сияқты жақсыны көруге, жақсыға ұқсауға, жақсыға қуануға сенің жүрегіңе бір жақсылық ұялап жатады. Міне сіз осылай елдің алдында бата алып жүргенге, алғыс алып жүргенге, біреуді қуантып жүргенге өзіңізді үнемі дайындап жүресіз. Рахмет. Дайындап жүресіз. Ал ондай адам мен сияқты
66 жарым жаста болғанда ақыл айтуға жарап қалады. Құдай қаласа. Тамаша, ақылдарыңызда, сіздің айтқан өнегеңізде, көрсеткен өнегеңізде бәрі бізге жадымызда сақтаулы ғой, журналист ретінде, аға буын ретінде. Дәл қазіргі уақытта Айгүлікте осының бәрі жазылуда, айтылуда. Балалар, жас буын қалай қабылдап жатыр сіздерді? Егер мен баланы Айгүліктің ұранындағы сияқты бар мейіріміміз балаларға дегенді өзім мейіріммен менің балам оқып отыр, менің бауырым оқып отыр, менің қазағымның баласы оқып отыр деген сияқты менің деген өзіңдік бір жақындықпен соған беріңізші. Иә, мен мына сөзді оқылатын қып беремін. Абайдың сөзін, Әуезовтің сөзін, Мағжанның сөзін. Мына жерін, мына абзац ойын аламын, сосын оған кішкене түсіндірме беремін, сосын балаға суретшілерге сурет салғызып беремін, оның шрифтісін бөлек қып беремін деген сияқты кез келген жаңағы менің балам, менің қазағымның баласы оқысыншы, білсінші, қызықсыншы деген сіздің ішіңізде елге деген сүйіспеншілік қой тұрған. Қазіргі балалар оны түсінбесе мені жын-ұрып 25 жыл осындай ебіл-дебілім шығып, осы бұрынғыдай хаттар келе ма? Мысалы, келгенде қандай? Әрине, бұрынғы деңгейде хат келмейді, бірақ керемет хат жазатын балалар бар. Ұл да бар, қыз да бар. Ауылда да, ауданда да, қалада да бар. Біз бұрын жазушы едік. Жазады балалар. Жазғанда солар жазсын. Кәдімгідей бойыңды жинатып, ойыңды жинатып тұрып, сол еткізіп тұрып жазады балалар. Енді айтатыны жоқ. Олар деген сіздің адалдығыңызды біледі, сіздің қоқиып, үлкен жастағы адаммын, мен редактормын деп, әлгі әйтеуір журнал шығарып жатырмын деп 36 бетті ай сайынғы толтырып атпағаныңызды олар біледі. Олар әр бетте осыны оқиды, осыны оқытатындай мен әдемі кәмпитті әдемі тысқа орап, сүйкімді қып берем, қызықтырып берем деген сіздің мейіріңіз, баланы жақсы көру сезіміңіз, балаға жан ашу сезіміңіз балаға жетеді. Олардың әлемі таза ғой. Оларға саясаттың керек жоқ. Оларға анағандай үлкен жаңағы пайданың үлкен олар тек қана адалдықты қабылдайды да. Сондықтан, егер мен Айгөлекті жақсы көрмесем, егер мен Айгөлекті өзім сүймесем, осының әр оқығанымның үстінен 5 рет қарап, бір қате, бір тыныс белгіден қате жібермей, және айтып отырмын ғой, әртүрлі шрифтімен фондарының өзін бір түстен екінші түске кетіп бара жатағатын қылып бермесем, Қазақстандағы жалғыз кәсіби суретшілерге сурет салғызатын журнал ғой. Ал мен кәсіби суретшілерге суретті қалай салғызып отырмын, білесіз ба? Мен қазаққа ризамын. Қазақ мені жақсы көреді. Қазақ маған баласының тұсауын кескізеді, бесікке салғызады, атын қойғызады, қырқынан шығартады. Алтыннан бастап күмісі мә, осы мынау бешпет дегендердің қамзолдың түр-түрі мә, ыдысы ма бермейтіні жоқ қазақтың. Мен соны түгел Айгөлекке қойып қоям. Сосын жігіт суретшілер, қыз суретшілер, соларға айтам. Енді көріп отырсыңдар ғой, менде табыстың жоқ екенін, енді сендер қаламақыға, жігіттер, әйелдеріңе алтын бермегелі, күміс бермегелі қанша болды? Ой, берілмейді ғой дейді. Білем ғой, бәрімізде сондаймыз ғой деймін да. Ендеше мына қорапта тұрған алтын, мынау жаңа жұбымен тұрған күміс, мынау ыдыстың наборы, мынау төсектің комплектісіне дейін қойып қоям. Осыны алыңдар да, алтын алғандарың 3-4 сурет сап беріңдер, күміс алғандарың 2 сурет сап беріңдер, анан алғандарың 1 сурет сап беріңдер. Мен сендердің еңбектерін жемейін, бала қуансын деймін ғой. Мына қараңызшы, ал сондай кезде ана суретші көріп отыр, мен табысым жоқ екенін көріп отыр, мен тіпті айлық алмайтынымды. Сөйтіп отырып, мен Айгөлекке жарқыратып, баланы қызықтырып, ойын бала
баласының ойын анау суретпен ұстап оқуға алып баруға жол жасап отқанымды. Мен суретшілер шығармашылық адамдар ғой, неге түсінбесін? Түсінеді, тамаша қылып сап береді. Мен оларға міне осындай қысқасы, сонда мен жеке затымды Айгөлекке беріп отырмын. Жеке затымды. Мен деген жоқ, Айгөлек менікі емес деген жоқ. Айгөлек мен жүрек балам. Менің жүрегімді жарып шыққан қазаққа деген махаббатым, соны менің балапатшаларым керемет түсінеді. Ақыл ой сабағы деген айдарымызда оның ішінде тек қана қазақтың бабалары, қазақтың ақын жазушы ғалымдары ғана емес, әлемнің анау Конфуцийіңіз ба, бүкіл бүгінгі психологтарыңыз ба, философтарыңыз ба, осылардың ойларын балаларға түсіндіре отырып, аяқ жағын балалардың өздері сұрақ жауап диалог қылып, қысқасы балалар қабылдайтындай қылып береміз ғой. Осындай жағдайда менің кешегі 25 жыл бұрын ашқандағы оқырман ұл қыздарым сіздердей. Солар менің төңірегімнен әлі кетпейді. Міне, өздері 40-қа кеп қалды. Біреуі мұнай саласының басшысы болып жүр. Біреу Қазақстан, Қытай экономикалық байланысының директоры болып отыр. Ал елшілікте жүргендер қаншама. Міне, кеше Оксфордтағы қазақ тілінен сабақ беріп жатқан Дидар Садық деген менің Айгөлегіме, мына 4-ші класстан бастап 11-ші сыныпқа дейін 3 ай сайын журналға жарқырап шығып отырып, содан мен филолог болам деп, міне бүгін Оксфордта сабақ беріп жүр. Нағыра, бұл ұлдар Айгөлектің мақтаныштары дейді. Алдыңызда сіздің сұрағыңызға жауап. Әлі күнге дейін Айгөлекке хат жазатын балалар бар екен, бұл мені қуантады. Ол не дегеніңіз? Мен ойлағам, дәл қазіргі уақытта мына TikTok, балаларға арналған түрлі мультфильмдер, шетелдік жұтып қойған шығар біздің қазақтың мәдениетінде. Жоқ, Айнұржан, мынаны қараңызшы. Сіз ана баланыкін көріп отырып, мына қараңыз. Балалар деген ең бірінші мынау табылған тапсырма. Тапқыр, кім тапқыр, кім табуға шақ тұр. Алуан түрлі жүйрік бар, логикалық есептер, жаңа ойнайық та ойлайық. Балаларды біз қызықтыру үшін әр ойға, әр ойынға қалай мынаны жанып кетеді ғой балалар, жанып кетеді. Баланы мейірленбесең, баланы сүймесең, ондай жақсы дүние шықпайды ғой. Біз ана тұтас ақыл айта салмаймыз, баланың өзіне логикалық ой, әр баланың ойын тыңдағымыз келеді. Қараңыз, мені жазып жатыр балалар. Тамаша. Мен өте қуаныштымын, балалардың осылай журнал оқып, сіздерге хат жазатыны мені қуантады. Өйткені дәл қазіргі уақытта сіз білесіз, журналистерді блогерлер алмастырды. Алмастырды. Мына қарасайшы, Айнұржан-ау, бұрымды қыз байқау дейді. Қазақтың қызы шашын жаймайды, қазақтың қызы шашын ақ көк сарыға боямайды десең, оны қабылдамайды. Ал керісінше, бұрымды қыз байқауын ұйымдастырып қойсаңыз, мына қараңыз, мына шашты қараңыз. Міне, ал намысты ұл байқауы. Ұл болғаннан кейін ол бүркітті, тазыны, қысқасы, сыртқа шығуды, түзге шығуды, даланың ұлы болуды, кешегі ата-бабалардың саятшылық кәсібінен де хабар болу керек. Атқа мініп білу керек. Атта еркін отыру керек. Ол әр денсаулық, әр жігіттік қасиет ұялатады бойына. Соны біз сөзбен ғана айтпаймыз, осындай қылып байқаулар арқылы. Керемет. Сосын жаңа сөзіңізді айттыңыз, сіз оны қалай жігерлендіресіз деп. Мен баланы алдамаймын. Мен балаға жыл бойына тапсырма беріп қоям. Міне қазір бізде, өзіңіз байқап отырсыз, сурет бәйгесі жүріп жатыр. Ертең желтоқсан келеді. Міне қазірден бастап, міне жаңа ұлдарды бір бөлек көрсетіп жатырмын ғой. Айгөлектің мықтылары деп, енді қыздарды бір бөлек берем. Сосын солардың ішіндегі бірінші орын, екінші орындарды жібересің. Сонда балаларыңыз сатылап өсетте отырады, қараңыз, Сосын келемді, мен бұларға Айгөлектің мақтау қағазы, рамкаға салып тұрып, содан кейін балаға көп нәрсе керек жоқ. Олар білет қымбат апайдың бай емес екенін, ақшалы адам емес екенін олар біледі олар. Мен соларға бір күрешке Айгөлек деген, мен соларға бір футболка Айгөлек деген жазуымен сондайлардан өзім ырымын жасап отырам, тағы да қолыма не түседі, кітап па, тағы бірдеңе. Қысқасы, мен сосын анау бір ақшасы бар біреулерге, кейде біреу маған
қымбат шаршадың ғой, сені бір ойшыға апарайық, табиғатқа апарайық десем, мен айтам, одан да менің 3-4 балама бір кішкентай бір сувенир сияқтанған қуанатын бірдеңе алып берші деп. Сен аурусың дейді маған. Сен аурусың дейді де, сен айгүліктен басқа ойың жоқ. Мен осылай жақсы көрем, сосын балалар айгөлекті жақсы көреді, мені де жақсы көреді. Екі сурет салатын, екі баланың бірі менің суретім. Айгөлекті оқығаннан кейін мен де сізді жақсы көремін. Жақсы жаным. Тамаша. Дәл қазіргі уақытта енді сіз көріп жүрсіз блогерлер, журналистерді алмастыруда. Бұған көзқарасыңыз қалай? Енді заманның сұранысы ғой, мен блогерлерге анандай қарсылығым жоқ, Бірақ оқудан қалып қойдық қой. Біздің ел, үлкеніміз бар, жасымыз бар, баламызға дейін оқудың қажеттілігі, оқуды өзіміз үшін оқуды білім деп тоқу, сол арқылы өзіміздің адамгершілігімізді биіктету, сол арқылы ешқандай ақшамен өлшенбейтін, ешқандай сатып алуға келмейтін, сыйлауға келмейтін кісілік деген қасиет бар ғой, адамдықтың ең жоғары шыққан биігі. Сол кісілікке жеткізетін мынау оқу арқылы берілген тәрбие еді ғой. Тәрбие еді ғой. Бізде қазір неге жаным қаптаған жан түршігерлік оқиға қаптап кетті? Неге бірімен бірі ойнап өскен бала, әлі бірге оқып жүрген бала, неге бірін-бір қатыгездікпен өлтіруге дейін барып жатыр? Неге жандарын жаралап жатыр? Неге аналар аңырап, жылап, есейгенде балалар сотталып жатыр? Әйтпесе тағы да кісі қолынан қаза тауып жатыр. Қайдан шықты бұл қаншерлік, бұл қаныпезерлік қайдан шықты? Соның ар жағында жаным. Соның ар жағында мынау білім арқылы тәрбие боп, сіздің жан дүниеңізге байлық боп жиналмаған бос орын, солар сасып жатыр, солар бықсып жатыр, солар иістеніп жатыр, солар шіріп жатыр. Сосын бізді шіртіп жатыр. Әке шешеміз ұят болады деген арқылы, жаман болады деген арқылы бізді осыменен тоқтатты. Сосын қалғанын біз оқу арқылы, газет, журнал, кітап оқу арқылы біз өзіміз ары қарай жалғастырып алып кеттік. Сосын біз оқыған кейіпкерлеріміз арқылы мен осы қыздай боламын, мен мына жүрісім дұрыс емес екен ғой. Мысалы үшін мен бір үйдегі бір бала, ол да қыз да, баласы тұрмаған ата әжемнің бауырында 40 күннен бастап өскен, осы менің қарамды көріп отырғандары күнді көргенде әсер алатын ғой менен. Мен сабақтан келгенше мектептің алдында күтіп отыратын. Қарама зар болып отыратын менің. Атаңыз бен әжеңіз? Атам мен әжем екеуі бірінен бірі қалмай, осы әжем неше кіріп, осы тамағын қайта-қайта, шайын қайта-қайта. Атам сол мектепте отыратын, осы жақын жерге мені атпен апаратын. Ат жана мен апарат қыстың күні. Сонда егер мен сол еркелікпен, егер сол баңдай сумен, ой, өмір деген осы екен ғой, бәрі дайын, бәрі мен үшін деген сияқты мен деп жалғыздығымды, аншама маған көрсетіліп отырған жақсылықты, соны тоғышарлыққа пайдаланып кетсем, онда мен қазір осындай жүрегі үлкен, бір қазақтың басына түскен бір кішкентай қиындық үшін жан жүрегі езіліп, елжірейтін, қолынан келген соңғы көмегін жасайтын адам болмас едім мен. Онда мен өзім үшін тойып болмайтын дүниенің соңында жүрген, үйімді күшті, жағдайымда күшті, сол байлықтан одан әрі қарай байлық жасап кеткен біреу болар едім қазіргілер сияқты. Атам мен әжем мектепке барғаннан бастап поштадан маған
Алматыдан газет, журналдың бәрін алдырып берші қыпанға. Алматыдан шығатын кітаптың бәрін алдырып берші қыпанға. Бізге пенсия керек жоқ, пенсия бермей-ақ қой, мал бар ғой деп көрдіңіз ба? Сосын ойган оқып бере қойшы, дауыстап оқыш деп. Жаным, сол арқылы жаңағы ерке мінезіңнің, шолжаң мінезіңнің бәрін өзіңнен өзің мына кейіпкердің жақсы кейіпкерге ұқсап өзіңді тырысып, кәдімгідей сабақ алатынбыз ғой. Әрине. Міне қазіргі жетпей атқан дүние біз оқудан ажырап қалдық қой. Оқудан ажырап қалдық. Ал осы кезде сіздің сұрағыңызға біз қазір блогер мен журналист ажырата алмайды бұқара. Анау да сөйлеп жатыр, анау да сөйлеп жатыр деп ойлайды. А содан кейін егер олар ата-аналар бәрінің ішінде білім болатын болса, күнделікті өзін дамытып, мына бір журналды, бір кітапты ашып отырған ата-аналар болатын болса, маған мына блогердің мына сөзінің керек жоқ деп өтіп кетер еді, ана телефонды ашып отқан кезде, оған уақытын, көңілін жұмсамас еді оған. Жоқ, өзі де көреді, әй соны көрдім деп, тағы біреуге әңгіме айтады, тағы біреуге әңгіме айтады. Есіл қысқа күн осылай қысқарып жатыр бізде. Ал журналистердің орнын блогерлердің басып кеткен жағдайын айтайын. Телефон сұраныста. Ал журналистердің көбісі ондай арзан дүниеге барғысы келмейді. Олар ойланып, толғанып, зерттеп, бір кішкентай сұхбат болса да, бір кішкентай диалог болса да, салмақты қылып бергісі келеді. Пайдалы болса екен. Салмақты қылып, қатесін тексереді, тыныс белгісін тексереді. Ал олардың жазған газетін кім оқып отыр? Сөйтіп жазған журналды кім оқып отыр? Сөйтіп шығарған кітапты кім оқып отыр? Блогерлердің тасының өрге домалап тұрғаны біздің халықтың дені оқымағандықтан бүгін ешқандай кітап, газет, журнал дегенге бір тиын ақшасын шығармағандықтан оған мынау қатесі тексерілген, мынау әбден сыннан өткен тап-таза дүние ғой. Тыныс белгіні де осыдан, сөйлеуді де, сөйлемді дұрыс қорыту, сөздің жүйесін келтіруді де біз мынаның ішінде қатесі жазылады ғой деген түсінік жоқ. А журналистер сосын оқырманың жоқ болғасын. Айгөлек, бүгін мен не ауырып қалсам, не өліп қалсам бүгін ажал кеп, Айгөлек, бүгін жабылады істейтін адам жоқ, білесіз бе? Кім істейді жаңағындай бейнет? Оны көріп отқан адам жоқ, көмектесіп отқан адам жоқ. Ешкім көмектесіп отқан жоқ. Спонсор келмейді. Бұған ешқандай мынау елдің баласына мынандай дүние жарқырап шығып атыр ғой. Құдай-ау, мынау не деген керемет дүние деп мынаған спонсор болайықшы. Тіпті садақа деген бар ғой. Сонымызды осындай бүкіл қазақтың баласына беріліп атыр ғой. Осының бір құрғанда бір айында суретшілеріне беретін несін көтерші берек дейтін адам жоқ. Соны көріп отырған, мені апайлаған жас мамандар төңірегімде толып жүр. Апайлап, тапсырмамды орындайды. Кәдімгідей тапсырыспен орындайды. Олар, жаным-ау, мен қартайып келе жатырмын ғой. Мынау даңғыраған жолға түсіп тұр ғой, ширек ғасырға кеп тұрған Айгөлек. Енді мен мынаны алып қалсаңдаршы менен деймін ғой. Ойбай, сіз бүкіл өміріңіз қандай ақын едіңіз, апай? Не ақындығыңыз жоқ, не үйіңіз жоқ, не жеке ештеңеңіз жоқ сіздің. Біз үйтіп өзімізді құрбандыққа бере алмаймыз деп шынын айтады. Мен оларға ештеңе дей алмаймын. Осылай жағдай. Сондықтан біздің көп журналистер міне жазады, еңбектенеді, ол еңбегі мынандай қатесіз болып, мынандай екшеліп, тазарып, ешқандай сынға ұшырамайтындай істеген еңбегін оқырманың жоқ болса, сенің журналыңа жазылмаса, сен кітабыңды сатып алмаса, сосын журналистер өзінен өзі көлеңкеде қалады да, күнде-күнде жылт-жылт етіп, қайсының рас, қайсының өтірік екенін білмейтін жылтырақтар, блогерлер алдыға шығады. Сондықтан блогердің бәрі бірдей емес әрине. Ал журналистердің бағасы, әсіресе баспасөзге қатысты журналистердің бағасы бағаланбағандықтан олардың
көңілі жоқ қазір. Жалпы бұл мәселені қалай шешсек болады? Мысалы, балалардың қайтадан кітап оқуына, осындай журналдарды алуына қалай әсер ете аламыз? Бала оқиды, бала оқымайды деген бекер сөз. Баланы оқыту үшін. Қалай біз сол тізбектен айырылып қалдық? Мысалы, біз өзіміз оқыдық. Біздің балаларымызға қазір осы айгөлекті ұстату өте қиын. Өйткені себебін айтайын. Біріншіден, сіз айгөлекке... Елді қайтем, мен өзіммен бастайыншы. Бастаңызшы, мына қараңызшы. Сіз қиын деп отырсыз, жаныңыз ауырып, қазақтың руханиятына жаныңыз ашып отыр. Бірақ сіздің үйіңізге мына айгөлек барған жоқ. Мен сізге айтайын, сіз сияқты барлық ата-анаға айтайын, иә. Сіз қазір мені жазылу жүріп жатыр. Ертең желтоқсанның ортасына дейін, сіз осы бір жылға мына айгөлекке жазылып қойыңызшы. бір жылға ай сайын 36 беті бар, мына жаңа айгөлек сіздің үйіңізге барып тұрады. Мына қараңыз, бұрын оқып үйренбеген балаңыз келеді да, ең бірінші не істейді деңізші, салдырлатып мынаның 36 бетін салдырлатып ашып шығады. Екінші келеді да, ол бала ғой. Бірден ашып шығып отырған кезде өзіне оның ең бірінші ойлайық беті ұнайды. Иә, біз оның бәрін ескергенбіз. Одан кейін келеді да, жаңағы балаларға мына тіршілік базар дейсіз бе? Міне біз күткен күз несімен қызық дейді. Күзде қай аң, қай жануар, қай тіршілік не істейді? Қысқасы, балаға айгөлектің ботақандары дейсіз бе? Мынау сен қандай баласың? Міне, киімді қалай үтіктейміз? Тағы. Мынаны қараңызшы. Қысқасы, бала, ол сіз емес жұмыстан шаршап келген. Ол сіз емес кредитін төлей алмай, ананы ойлап келген. Ол сіз емес ана жұмыстан келіп, үйге келіп, қайтадан қандай тамақ істеймін деп сорғайнап. Бала, ол құлпырып бар күш балада. Бар ынта балада. Ол мынаның ішінен өзіне керегін тауып алады. Менде 5 оқитын бала мынандай сурет сапты, мен неге салмаймын? Мен неге салмаймын? Ол астындағы 7 оқитын бала мынаны сағанда мен неге салмаймын? Бала кетеді. Сонда не жетпей отыр? Сіз жылына бір рет мына журналға 8170 теңге ақшаңызды қиып, поштаға жазылып қойыңыз. 36 беті бар айгөлек, ай сайын жаңарып, сол айда болатын бүкіл мереке мейрам білу керек, денсаулыққа не қажетті. Қысқасы, бәрін көтеріп 12 ай үйіңізге кеп тұрады. Ал сіз 8170 теңгеге не аласыз, айтыңызшы маған? Дәл қазір уақытта жоқ. Енді қараңыз, енді келеді да журнал келді үйіңізге. Сіз жаңағы аналар, сіздер келіп тамағыңызды істеп жатсыз, сіздер келіп үйдегі екінші жұмысыңыз басталып кетті ме? Сол аралықта сіз баланы қасыңызға отырғызып қойыңыз да, бүгін поштадан журнал келді ғой, не бар екен ішінде деп қойыңыз. Кәні, оқып берші. Ой, біздің уақытымызда осындай әдемі шықпаушы еді, сендерге қандай жақсы деген бір жылы сөз айтып қойыңызшы. Оқып берші жаным. Қысқасы, біз ең бірінші айлық алған кезде бір кітапты үйіңізге аласыз ғой, тамақ аласыз, керекті киім, керек жарақ аласыз, е? Сонда бір кітап алып беріңізші. Не балаға арнап, не өздеріңізге арнап. Соны бала көреді де, ой, мынау қажеттілік екен ғой. Жолдасыңызға арнап, мынау Луиза Хейдің бақытты болудың қағидасы деген кітабын алдым. Әйтпесе әйелдегі даналық деген кітабын алдым. Маған керек жерлері көп екен. Көп екен керек жерлер. Мына бір жерін қараш деп, бір отырған сәтіңізде, бір ғана ойды жолдасыңызбен бөлісіңізші. Сіздерде еркектер мынандай екен ғой, сіздер бізге сондай істемейді екенсіздер ғой, деп әне бір жерде оқып жеріңізші. Бала! Ой, мынау өзі адамға керек нәрсе екен ғой. Менің әкем мен шешем уже бірін-бір толып тұрып жатыр ғой. Бірте-бірте кетеді да, ой, бізде жоқ қой осы. Не балаға ішінде не бар екен? Ой, мына сендей бала жазыпты ғой. Мына сендей бала екен ғой. Кәні сен де сөйтіп жаза қойшы. Сен де сөйтіп айта қойшы. Дейміз бе? Әлсіз болма дейді. Суицидке адам барайын деп бармайды дейді. Міне тұр ғой.
жасанды интеллекттің зияны пайдасы тұр ғой міне. Сен қандай баласың деп беріп отырмыз ғой. Бұл қанша жастан қанша жасқа дейін алу керек Бұның ішінде бақшаның баласынан бастап мектепті бітіргенге дейін алатын дүние бар. Міне бұлай өсіп отырады. Бұлай кетіп отырады. Бұл үйдің кітапханасы ғой. Тіл жаттықтыру дейсіз бе? Ой жаттықтыру дейсіз бе? Жаңағыдай сөздің дәмі деп айтамыз ішінде. Иә? Құдай-ау, ата-анаңмен бірге оқы деген айдар бар ішінде. Соның бәрін біз сұрыптап сіздерге дап-дайынға бүйтіп беріп отырмыз. Әттең ата-аналар оқуға әлі жақындай алмай жатсыңдар. Кітаптан шошынғансыздар. Журналға бір ай сайын алатын айлығыңыздан бір жылға 8100 теңгелеріңізді ақша көресіздер. Сөйтіп отырып, балада ой жоқ дейміз, балада тіл жоқ дейміз. Ойпырмай осылар не болады? Дәстүрді білмейді, салтты білмейді, тұлғаларды білмейді дейміз. Кім көп білеміз, Құдай-ау? Құдай-ау, мені жарқыратып беріп жатырмыз ғой. Кітап оқулық дұрыс емес дейсіздер. Мені қосымша оқулық қып беріп жатырмыз ғой. Мені балаларға көрнекі құралғы беріп жатырмыз ғой. Қызықты жарқыратып беріп жатырмыз ғой, айтыңызшы. Айгөлектен басқа бір журнал мынандай суретшілерге сурет салғызбайды. Бір журналдың ішіне 6-7 сурет салынады. Қандай? Кәсіби суретшілердің, мықты суретшілердің оқиғаға байланысты салынады. Айға байланысты салынады. Ол баланы қызықтыра оқытуға таптырмайтын құрал. Сонда бізге бала оқиды, жаным. Қазір біз ата-ана алдын ала айтатынымыз, балалар оқысы келмейді. Балалар келеді. Сосын мен қарсы сұрақ қоямын. Үйіңізге сіз анасыз ғой. Қай журналға жазылдыңыз, айтыңызшы маған. Қай журналға жазылдыңыз, ай сайын кеп тұрса тәртіп қой мынау. Үйіне соны іздеп барып тұрғанды бала қалай поштадан алып келмейді, айтыңызшы. Иә, кеңес үкіметі кезінде енді қанша жақсы, жаман деп баға беру біздікі емес, біздің ата-аналарымызға жұмыстан жаздыртатын. Айнұр ханым, қазір міндеттемейді. Бізге міндеттеуге болмайды дейді. Өйткені ата-аналар ана сөйтіп атыр деп бізге арыз айтады дейді. Сонда салмақ кімге тұр? Айнұр ханым, салмақ кімге түсіп тұр? Тек қана ата-анаға. Иә. Мұғалімдерге айтамыз біз. Неге сіздер мынаны насихаттамайсыздар? Мынаның пайдалы екенін неге балаларға жеткізбейсіздер? Неге жеткізбейсіздер мынаның пайдалы екенін? Мына қараңызшы, мынаның бірден жаз екені белгілі. Мына қараңызшы, асық ойнап жатыр, мынаның бірден жеңіс күні екені белгілі, иә? Мынаның бірден қыркүйек екені белгілі, иә? Міне әр ай өзінің мінезімен суретпен ақ баланы алып кетіп отыр. Енді қараңыз. Мұғалімдермен сөйлесеміз ғой, неге жеткізбейсіз ата-аналардың чатына? Мынау бізге керек, балаларымызда тіл жоқ, қатарына қарап өссін. Және Айгөлек журналының Instagram парақшасында сіз балалардың ертек айтып берейін, әйтпесе мен жаттаған өлең деп тұрып, Құдай, мына кеудені керіп тұрып, Қазақстаным кеше республикам деген кезде балалар енді ұшып кетейін деп тұр, құс-құсап. Қыран болып ұшып кетейін деп тұр. Міне мен байқау жариялап жатырмын. Құдай-ау, саналы ата-аналар істеп отыр. Ал көбісі, мұғалімдерге айтсақ айтады, жоқ дейді. Ата-ана дейді, керек па баласына? Жазылсын дейді, ақшасын төлесін де үйіне барып тұрсын дейді. Иә, ертең баласы жақсы болса қызығын ата-ана көреді дейді. Баласы жаман болса сорын ата-ана көреді. Біз олар қазір бізді ақша жинап жатыр деп жатыр, керек жоқ дейді. Керек жоқ дейді, көрдіңіз ба? Бұрынғыдай не жоқ әлгі. Бірақ сол жүйе дұрыс болған сияқты. Біздің ата-аналарымызға мысалы балдырған келіп тұратын үйге, балдырған келеді, аласыз, сіз айтқан сияқты. Біз өзімізден өзіміз ішіндегі суреттерді салып, дәл қазір сіз менің есіме, жадыма соны түсіріп отырсыз. Жоқ, өзінен өзі ғой. Жоқ, ең бастысы кейбіреулер мені күйдіреді да осы. Андай Айгөлек бар ма дей ма? Тағы балалар оқи ма дей ма жаңағыға. Және құрметті ата-аналар, негізінен суретке қараған кезде бала, қазір ЗПР, аутист балалар көп қой. Суретке қараған кезде, ұстаған кезде ескеріңіздер, ол телефондағы бөлек, ол оны ұстап көрмейді. Ал мына жерде суретте қараған кезде, оны ұстаған кезде және қағазды ашқан кезде оның бары моторика. Моторика? Кәдімгідей мотивация балаларға кетеді өздері ақшы. Адамның ішкі жан дүниесінің оянуына әсер етеді. Сондықтан Айгөлек болсын, балдырған болсын,
жақсы айттыңыз, жазылып қойыңыздар. Үйіңізге кеп тұрса, сіз қайсы де бала біріншісін Алады. оқып кетпес, біріншісін жай зерттеп қарар, парақтар, қайта парақтар, бірақ көзі тоқтап, соның ішіндегі ана жаңағы ойындарды шешу арқылы тапқыр досқа тапсырма, жаңағы алуан түрлі жүйрік бар, кім зерек деген балаларды қоздыратын, балаларды шақыратын, балаларды ұшыратын ұшқыр сұрақтар, ұшқыр тапсырмалар көп. Бала соған кеткелі тұр, логикалық есептер қандай. Қысқасы бар ғой, балаларға біз анау шығармалардың өзін керемет қып береміз да жаңағы. Сен сондай шығарманы оқыдың ба деп бұрынғыдай қып бермейміз. Иә. Кәдімгідей шығарманың басының дәмін алдырып қойып, сосын оның қалай біткенін қойып қойып, соның ортасына лайық болған сурет беріп қоямыз. Ананы қайтсе де оқиды, өйткені оның соңында балаларға сыйлық деген тұрады. Бала емес па ол? қандай күшті қылып, тәтті қылып сонда жеткіздіңіз, мен өзім оқығым келіп кетті ғой бөлекті. Жеткізгенде бір алдыңызда тұрып отырып Жоқ, керемет. Осылай негізі жеткізілу керек, айтылу керек. Шын айтқанда, менің өзім ұмытып қалған екем. Ай сайын журналдың келетінін, ол тәртіп қой жаным. сол тәртіпті ұмытып қалған екем. Сұмдық тәрбие ғой. Есіме түсірдіңіз, өте керемет еске түсірулер болды, естеліктер. Шын айтқанда, өзімнің бала кезім, журнал оққан кезім бәрі көз алдымнан былай кино сияқты өтті. Күшті. Айгөлек журналы енді ойлаймын әр қазақтың үйінде болады деп бұдан кейін. Енді қымбат апай, сіз қазір көріп жүрсіз, осы Инстаграмда жеке өмір қатты талқылануда. Бұған көзқарасыңыз қалай? Екі жастың ортасына есі шыққан кірет дейді. Ақылға да келмейді, бір қарасаңыз, кірісу, сол айтқан сөзің, бір жағаласып, қосымша ой айтуың, өйткені ол кішкентай балалар емес, отбасы құруды білген, махаббат дегенді білген, сосын екі адамның бас қосып шаңырақ көтеру, оның кішкентай мемлекет болатынын, ол мемлекеттің ішкі саясаты болатынын енді көбісі біледі ғой. Жарайды, енді білмей үйленетіндер де болады, бірақ көбісі соны білмейді емес, біледі ғой. Ал енді бізді қазір құртып жатқан дүние қоңыздық, тағы да білімсіздік бізді құртып жатқан. Бізде қазір махаббатпен үйленбейді ғой көбісі. Көбісі махаббатпен үйленбейді. Ананың әкесі андай екен, оның жағдайы мынандай екен, үйінде бір бала екен, әйтпесе ешкімі жоқ, жетім бала екен, өзім ана қыздар қулыққа басып тұрады, ертең өзім билеп кетем, өзім сөйтіп кетем деген сияқты. Осындай адамның ішінде мына қол ұстасып, бірлесіп, бірге көтереміз. Енді біз бір шаңырақ, бір адамға бір отау құрылды деген қазақтың бір үйін біз құраймыз деген сияқты. Әр жауапкершілік, әр бір мыңның ішінен таңдағаным деген сияқты осындай бір сезімдерді бағалау болатын болса, адамның ішкі қасиетін, сенің ата-анаңның еңбегін ақтағаның, солардың жолын жалғағаның, сенің өмірден өзіңнің орныңды тапқаның, артыңда адамның ізі қалсын, ұрпағым қалсын дегенің, осының бәр адамның ішінде қайнап дамуы керек қой. Сатылап, қайнап, дамып, пісу керек қой. Ал енді сөйтіп үйленгеннен кейін, ортада бала болғаннан кейін, екі жақта негізінде бар ғой, бұл жерде бар ғой, Құдайдан қорықпау тұр. Бұл жерде бар ғой, анау ертең біз ақыретте беретін жауабымызға мүлдем ой жоқ деген сөз ғой. Біз жауап береміз. Бүгінгі істеген, мына тірлікте істегенімізге де, ішіміздегіге де, ішіміздегіге де біз жауап береміз. Жаман ойымыз үшін жауап береміз. Орындалмаған жаман ойымыз үшін жауап береміз біз ертең. Біз істеп қойған жамандығымыз үшін, қателігіміз үшін, біреудің көз жасына қалғанымыз үшін, біреудің наласына, өкпесіне қалғанымыз үшін, біреудің ақысын жегеніміз үшін, біреудің арын таптағанымыз үшін көретініміз ол өз алдына. Ал кейде сол ұрпағыңа қап жатады ғой, масқара болғанда. Ұрпағыңның алдынан шығып атады ғой сол. Осының бәрін бізге ойлау керек. Ойлау керек. Қазір талқыға салмайық дейміз.
Мысал үшін ең соңғы мысалды айтайық. Ел танып отырғаннан кейін енді айырылысып атқан солар ма, айырылысуды бастаған солар ма, сонымен аяқталған жоқ, олар бастаған жоқ деген сөз айтылады ғой. Жоқ, елдің бәрі біліп отқан, мына елдің алдына шығып алған адамдар туралы түсінігі әркез басқа. Өйткені көріп отыр ғой, олар үлгі ғана болу керек. Сіз ойлайсыз ба? Осы мына бар ғой, жақсы отбасы, ой бір сұмдық дегендердің бәрі бір мінсіз, солар бір, осы бір ыдыстар мүлдем саяқтары сылдырламайды екен. Әйтпесе өздеріне біріне бір ылғи осы бірдеңеке, шірдеңеке, гүлішка, мүлішка деп жүреді екен деп ойлайсыз ба? Кешіріңіз. Кешіріңіз. Әрине. Оның бәрі анау үйдің ішкі есігінде, анау ішкі есік жабамыз ғой, сол екі адамның ортасында қалатын нәрсе ғой. Соны қалдыра алғандары жап-жақсы болып көрініп жүр сыртқа. Ал оған енді асып кеткендер, ішке сыймай кеткендер, төзімге, сабырға мүлдем сыймай кеткендер міне жария болып жатыр. Мысал үшін кеше осы Тұрсынбек пен Мөлдірдің мына жағдайына байланысты мен де жүрек сөзімді, жанайғайымды білдірдім. Мен оны бір ешқандай эмоциямен, ел айтып жатыр ғой, мен де айтайыншы деген қорға қосылумен пікір білдірген жоқпын. Астанаға жұмыспен барғам ғой, қазір жазылудың науқаны, үгіт насихатпен барғам ғой. Тура мына жағдай алдымнан бұрқ ете қалды ғой. Мен Мөлдірді әжептәуір білетінмін. Қалай білем? Жаңағы өзіміз мәселе қылып отырған Мөлдір мұғалімнің қызы. Анасы мұғалім болған, мына Айгөлек журналына өзі ғана емес, 4 бауырын, қысқасы 5 Айгөлекке жазылады. 5 үй жазылады, ағалы, інілі, бауырлар жазылады. Содан кәдімгідей сен қалай істеп атқан еңбегіңді бағалап, соны балаларына алдырып, арасында шығармашылық жұмыстары шығып атқан, ол қалай саған бөтен? Бөтен емес қой. Сол Мөлдірім ботадай боздап, жаны шырқырап тұрған кезде мен оның анасының 13 жасында кетіп қалғанын білем. Және мен оның ешқашан күйеуімен жағаласып, мен де жарыққа шығуым керек. Сенде бір ғана әзілкештік не өнер болатын болса, сөз өнері болатын болса, менің бойымда неше өнер бар. Мөлдірдің бойында неше өнер бар, мен білем. Неше өнер бар. Ол сұмдық қабілетті қыз бүкіл жағынан. Ал соның бәріне өзін ерін сыйлаған етекте отырмайды деген қазақтың керемет тәрбиесімен, ұстанымымен, Тұрсынбек шықсыншы. Тұрсынбек жақсы болып көрінсінші. Тұрсынбек деп бір әдейі істеген жоқ, көріну үшін істеген жоқ. Өзі ақ көңіл қыз ғой, сондай ақ адал, жүрегі әппақ қыз ғой. Шынайы ол. Аны сөзі рас, әлгі мен ешқашан қоқысты төктірмейтінмін, үйдің жанындағы базардан бірден алғызбайтын дегеннің бәрі рас. Ал енді сол адамның жаңағындай шырқырап тұрғанында шыдамайды екенсіз. Жаным, жаңағы үйдің ішінде қалдыратын нәрсе бар, қалдыруға келмейтін дүние бар. Әрине қалдырғанын жақсы көреміз ғой. Бірақ оның соңында Құдай бетін әрғысын, кеше ғана Бишімбаевтардың жағдай болып жатса не істейміз мысал үшін. Сондықтан бірдеңе деп айту қиын. Осы жерде мен жастарға, қыздарға әсіресе, жігіттің бәрі осылай деп бір жақты шешім шығармаңыздар дегенді айтқым келеді. Қыздарға. Қыздар кішкене ең бірінші осы бар ғой, түсініктеріңізді, бір-біріңізді кешіре алатын бір тәрбиенің ұқсастықтары ма, осыны әбден кішкене байқау керек. Сосын көтеретін жерінде көтеру керек те, көтермейтін жерінде ғана қозғалу керек деп ойлаймын. Ал енді елдің, сырттың сөзі дегенді, Абайдың айтатыны бар ғой. Жұрттың сөзін ерсең,
күн көре алмайсың деген. Күнді көре алмайсың, күннің шығып тұрғанын көре алмайсың, ылғи бір қара түнді көріп тұрасың дегені ғой. Сондықтан бәріміз еріп кетпеуіміз керек әрине. Бәріміз сондай екен деп, оның ар жағында өсек, ғайбат деген бір жағымсыз мінез құлықтарда тұрады. Осылай болған екен деп, біз болған оқиғадан сабақ алып, сосын анау жаңағы жылауға қимай отырған кейіпкерімізге біз соған шынайы тілектестік, шынайы қамқорлық, бір жақсы сөз айтуымыз керек. Жақсы сөз айтуымыз керек. Тоқтай алса, екеуіне ортақ сөз айтуымыз керек. Тоқтамаса тілегін тілеп, ол сөзді ушықтыра берудің керек жоқ қысқасы. Қазір байқайсыз ба, біз осы оқуды тоқтатқалы, біздің бар әңгімеміз, мына 30 жылда біздің ең көтерілген биігіміз, әйтеуір елді алдандырсын деп, фонограммамен әншілерді қаптатып шығардық. Дауысы бар әнші, дауысы жоқ әнші, қаптаған халық әнші. Ел деген тұлғаларды танымайды, ғалымды танымайды, ақынды танымайды, жазушыны танымайды, қоғамның қайраткерін танымайды, мемлекеттің қайраткерін танымайды. Есесіне тек қана әншіні таниды. Тек қана жаңағы әзілкешті таниды, шоумендерді таниды, иә. Сосын келеді, бәрінің әңгімесі сол. Ана мен анау үйтіпті, мынау мен мынау. Ұсақталып кеттік біз. Біздің оқымауымыздың салдары, біз әлеулеймен кетіп қалдық та, фонограмманың әншілерін көтерумен кетіп қалдық бәріміз. Шын әнші қайсысы, дауысы бар әнші қайсысы екенін білмей қалдық біз. Анау Бекболат Тілеуханның сөзін керемет жақсы көрем. Бұрын дауысы барлар әнші болушы еді. Қазір аузы бардың бәрі әнші деген сөзін Бекболаттың сұмдық жақсы көрем. Сондықтан біз келемізді бар танығандары сол жаңағы шоумендер болғаннан кейін, әншілер болғаннан кейін бәрінің айтатын әңгімесі сол төңіректе болады. Сол төңіректе болады. Әрине, біз егер әрқайсымыз дамыған, әрқайсымыз өзіміздің бағытымызды білетін, бізге не керек, біздің ұрпағымызға не керек, мен жасыма байланысты қандай әйелмін, мен жасыма байланысты қандай ер азаматпын деген сияқты біз өзімізге қоятын болсақ, кім көргеннің өмірін не араласып, оны сөз қылып, оны өсек қылып, оны ғайбат қылып отырған жерімізде, дастарханда тамақ ішіп отырғанда сондай тақырыптарды айтпаған болар едік. Біз қазір ұсақталып кеттік, тақырыбымыз ұсақталып кетті. Өйткені біз оқымағанбыз. Тек қана фонограмманың тыңдаушыларымыз өйткені біз. Енді не істейміз? Қалай бұл тығырықтан шығамыз? Оқу керек, даму керек бізге. Қазір білімділер ғасыры келіп қойды. Білімдіні қажет ететін уақыт міне туды. Қарашы, оқу керек дейсіз. Бишімбаев өте мықты оқыған азамат. Жоқ. Мүмкін бірінші тәрбие, сосын оқу шығар, иә? Жаным. Жоқ. Бишімбаевтың ол неше диплом, оны қалай оқыды, барып оқыды, бармай оқыды, мен оны білмеймін. Мен қасында болған жоқпын, сыртынан айта алмаймын. Бірақ оның оқуы мүмкін салалық оқу шығар, өзінің саласында мықты шығар ол. Тәрбие қоса берілмеген. Яғни фундаменталды білім берілмеген. Мынау оқыта тәрбиелеу деген біздің қазіргі қоғамға ең керек, ауадай қажет нәрсе оқыта тәрбиелеу, жаным. Оқыта тәрбиелеу деген сөз, сіз мынаны оқу арқылы сіздің әдебиетші болуыңыз, жазушы, журналист болуыңыз, суретші болуыңыз міндет емес. Сіз мынау арқылы тұлғаны танисыз. Тәшенов қандай тұлға, Жұмабек Тәшенов? Оның өзі өлсе де ісі, аты неге өлмейді? Соны білген бала. Иә? Анау 24 жасында 80-ге келген қазақтың бүкіл айтатын ойын айтып кеткен Сұлтан Махмұд қандай тұлға? Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам дейді. Масқара емес пе? Қаншама оптимизм жатыр, болашаққа деген сенім жатыр, өзіне деген сенім жатыр. Біз соларды білмейміз. Мынаны оқысаңыз сіз ертең шенеунік боласыз ба, бизнесмен боласыз ба? Кім боласыз? Бәрі сіздің ішіңізде жаңағы мынадан оқыған қасиеттеріңіз тұрады ғой ішіңізде. Құндылық. Бәрі оқымаудан тұр ғой.
Бәрі оқымаудан, алып келгенде оқымаудан тұр ғой. Ол тек қана қымбат апай шығарған Айгөлекті оқы деген сөз емес. Осының ішінде сіздің арыңызды, жаныңызды, жасыңызға байланысты елеп, мынаның ішінде психологияда тұр, философияда тұр, әдебиетте тұр, өмір тұр. Қысқасы, тәрбие осылай қалыптасса, ол қайтсе ертең кісі өлтірмек түгілі, жаңағындай біреуге қиянат жасамақ түгілі, біріне бір қамқор, абай айтатын, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп, қазаққа дос бауыр болып шыға келеміз. Тамаша. Жалпы енді менің өзім оқығаным бар. Зере апамыз абай тәрбиелеген кезде әрдайым үйіне жыршы, күйші бәрін шақырып алып тыңдатады екен. Абай кішкентай болса да тыңдағысы келмесе де тыңдатады екен. Дәл қазіргі уақытта енді біз олай істемейміз. Ең болмаса осы журналды тапсырыс берейік, құрметтілерім. Айгөлек бар, Балдырған бар, Бар ғой, балаларға арналған басылымдар бірталай бар. Соны үйімізге тапсырып беріп алдырып отырайық. Өйткені біздің болашағымыз, шын айтқанда, балаларымыздың қолында. Бүгінгі тақырыпта негізінен сол болашаққа арналды. Біздің балаларымыз не оқып жатыр, қалай дамуда. Мен өзім ойлағам, Айгөлекті оқитындар бар ма? Құдай. Сөйтсем бар екен, жазатын балалар да бар екен. Өте тамаша. Енді өзіміздің қарақатымыз, сіздің сіңіліңіз қандай тәрбие көрді, өте көп оқығаны білінеді, өйткені тілі әдеби. Бір ауыз сондай әнші арқылы болса да біз тәрбиені берейік. Тәрбиелі әншілерімізде, керемет құнды сөйлейтін әншілерімізде бар ғой. Соның бәрі тәрбиеден. Өткенде байқасаңыздар, менімен болған бір сұхбатқа соны қақатты қатыстырып, сонда шынын айтты. Мен бұрын әлемді жек көретінмін андай. Қатал болған деді. Қатал болған жек көретінмін сол кезде. Қазір тек қана алғыс айтам, тек қана шын жүрегінен айтып отыр оны. Мен әрине кішкентай күннен бастап сенің еншіңдегі, сенің соңыңнан жүретін, сенің көмекшің деп атын қойғаннан бастап маған еншіге берді ғой о қызды. Содан мен жоқ кезде апарған дүниелерімді айтып жүрем, неше түрлі кітап апарам. Осы қолға түспейтін кітаптарды артығымен жаңағындай сатып алып апарам. Қатты оқығысы келмейтін. Сабағын жақсы оқыды, бағышын оқиды ғой. Ал бірақ мынау менің атам мен әжем жаңағы бүкіл пошта келгеннен кейін ба, мен мынаның ішіне кіріп кеткем ғой. Мына әлемнің ішіне мен кіріп, мына сурет дұрыс салынған, анау дұрыс салынбаған, ана жерінде өтірік бояқ қойған дегенді айтқанымда енді мұғалімдер таңғалатын мысал үшін. Талғам тәрбиеленіп кетіп жатыр ғой. Мен ішіне кіріп кететім мынаның ішіне. Ал қақатта ондай ішіне кіріп кететіндей деңгейде болған жоқ. Бірақ оны Алматыға келгеннен кейін мен оқу бітіріп, Алматыға келгеннен кейін қыз бала білуі керек. Енді музыка бағытының музыкалық бағыт екенін, әншілік бағыт екенін білемін ғой. Әншілер өмірі, тұлғалар өмірі, содан кейін дәстүр салтқа қатысты мен көп кітаптарды ренжітіп қойып тұрып, жылатып қойып тұрып оқытатын болатын. Кейде бастайды да, мен радиода істеймін, сол бүгін сен осының маған 30 бет оқисың бүгін, 50 бет оқисың да, соның ішіндегін айтасың деймін ғой. Ол оқыдым дей сала алмайды, айтасың бар артында. Менің ұлым оған да екеуінің арасы 19 жас. Қарақат екеуміздің арамыз 19 жас, менің ұлым екеуінің арасы 19 жас. Екеуіне бөлек-бөлек тапсырма берем. Қысқасы, сол кезде ренжитін. Ал мен соны керемет түсіндіретімін. Күләш Байсейітованың өмірін көрдің ба? Шара Жиенқұлованың анау әнші өнер адамдарының өмірімен таныстырам. Көрдің ба деп. Сол кітаптарымды оқытып, болғаннан кейін радиода істеймін ғой. Бүкіл алтын қор қолымда. Содан кассетаға көшіріп, бұрынғы ескі дауыстарды, дала әншілерінің бүкіл дауыстарын жинап алып келетінмін. Керемет. Ол оны тыңдағысы келмейтін.
Рабиға Есімжановалардың, Жаңыл Қартабаева деген керемет әншілер болатын. Ләззат Сүйіндікова деген, Гүлбаршын Ақпанова көп естілмейтін. Оларды тыңдағысы келмейді онша. Мен тыңдататынмын. Ештеңені ойламай отырып, осыны тыңда. Осының ішіндегі қай әншінің дауысына сенің дауысыңның ыңғайы келіңкірейді. Осы әншілердің орындап атқан әндері өздеріне лайықты ма, лайықсыз ба? Қысқасы мен оның талғамын сұмдық тәрбиелейтінмін. Иә? Қинап жасадың. Қинап. Сосын тек қана мен оны әнші ретінде ғана көргім келмейтін, оның қыз бала екенін біліп, біреулер мені сыртыма қарап ойлайды ғой андай. Енді жақсы әйел емес деп ойлайды көбісі мені. Мен білем оны, білмеймін, сөйтіп ойлайды. Ал бірақ сіз білесіз ба, мен істегенімді. Жоқ, білмейді екен. Мен деген кір жуғанда кез келген ол қақат түгілі, оның шешесінің жуған кірін, басқалардың жуған кірін мен қабылдамаймын. Өйткені менің кір жуым әжемдікіндей. Ғажап. Мен кір жуарда, мысалы ер адамның мынау төс қалта, шалбарының мына қалталардың бәрін сыртқа шығып алып, қағып. Сосын кір жуарда бәрінің түймелерінің орнында тұрма тұр емес пе? Қайтадан түймелерін бекітіп, іліп, иә? Содан кейін ер адамдардың, ұлдардың жағасы тез не болып кетеді ғой, ақ көйлектер әсіресе. Соны ең бірінші жағасын бөлек жуып алып, қысқасы менің кір жуым жатқан бір сондай, ыдыс жуым да сондай. Сосын аулар салдыр-күлдір өткізіп, бәр ыдысты майлысын бірінші, одан кейін майсызын, тіпті хрустальды майлардың соңынан жуғысы келеді, бәрін бүйтіп. Қысқасы осының бәріне көзін қандырып тұрып, ескісі жоқ адамның жаңасы да жоқ, қайтала дейтінмін. Менің өзімнің студент кезімде мен жақсы киіндім. Финский костюмдарым ба, австрийский трикотаж көйлектерім ба, солар қысқарып сөйтіп тұрады. Енді не істеймін? Мен соны тастай салмайтынмын. Соны тағы бірдемені қосқызып, иә, өзім де тігіп ала салатынмын. Тіпті қиындау болып бара жатса, біреуге апарып сөйтіп тіккізетінмін. Қысқасы мен құрып кеткенде, бізде алқымша дейді, фартук дейді ғой, тамақ істегенде. Сондайдың түр-түрін жаңағы бұрынғы кремплин, трикотин дегендерден істеп қоятын өзім, иә. Ал менің төсек жаюым, оны қағып, осы бұлай қып тұрып, жастықтарды осы бұлай қып тұрып, бүйтіп алып келуім, енді ол кір жаюым, оның жаңағы бұрыш-бұрышын бұлай, осының бәрін ол жек көретін сол кезде. Соны қазір айтады, қазір бір далаға баяғы сіз құсап, бір керемет иіс шығып еді ғой, ләлі дейді. Төсектердің сырттан келгенде, апта сайын мен сөйтіп төсектерді жаятынмын дегендей. Қысқасы, тамақ істегенде де сөйтіп үйрететімін. Мынандай көп құйма майды. Ол шылғылдап тұрған май бірден тәбетіңді алып қалады да, ол жақсы емес. Қысқасы, мен бәрін үйрететімін. Яғни оның енді айта бермеймін, ертең күйеуге тигенде деп айта бермеймін, үйтіп, иә, білуің керек, алдыңнан керек боп шығады, білуің керек деп. Қысқасы, мен әжемнен, ол менің әжемді көрген жоқ қақат. Менің әжем 70-ші жылы қайтыс болған, қақат 78 ғой. Ал сонда менің әжемнен алған қасиеттерім мен арқылы көрмеген ұрпаққа, қазір тіпті бауырларымның балаларына мен арқылы кетіп жатыр ғой қазір. Керемет. Енді сіз талай журналистің көзін көрдіңіз, талай қоғам қайраткерлерінің көзін көрдіңіз. Қандай әдемі естеліктер бар? Журналистикаға қатысты болса айтып берсеңіз. Мен естеліктер дегенді шіркін-ай, бір кітап болатын естеліктер бар ғой. Жазып қойсаң сол күшті болар еді. Айтпаңыз, мен кіммен дос болмадым, жаным. Кіммен дос болмадым. Сол ата мен әженің баласы болғаннан кейін мен Алматыда, енді биыл 51 жыл Алматыдамын ғой. Алматыда мен ылғи бір адамды жеріне қарап, ру жүзіне қарап, тіпті үйімнен алыстығына қарап емес, мен бір тойда, бір жиында, бір ата әжені
көріп, сол кісінің бойынан бір қазаққа бір кішкентай иісті көрсем, сол кісіні өзіме ата әже қылып аламын. Иә, соның ішінде ел білетін Асқар Сүлейменовтың анасы Айтотым, марқұм Созақтың Айтотымы ғой. Созақ деген кезде Қазақстан дегендей қылып айтатын ғой, Созақты айтқан кезде. Солай қабылдайтын. Не деген махаббат. Сонда сол Айтотым марқұм жолдасынан 24 жасында қалған ғой, 2 баламен, бір ұл бір қызбен. Асқар Сүлейменов пен Жұлдызай деген қызы әлі тірі қазір. Бүкіл өмір сол бір балаға қарап, етегіне намаз оқып, бір еркекке қарамай, анандай сұлулықпен, анандай бір керемет сүйкімділікпен, марқұмның өзінің бар айтатыны, істеген жалғыз, осы жесірліктен, жастай жесірліктен, жаным мен тәнімме батқан барлық ауырлықтан ұстап кеткенім осы, жасаған қиянатым осы деп темекі шегетінді. Сол кісіде мен 24 жыл дос болдық. Жай дос болған жоқпыз, шай ішетін, әлгі қонақ шақырсатын дос болған жоқпыз. Ішкі бүкіл қоямызбен араласып кеткен, жан сырын айтатын, өзінің ол сана туған қызына, туған немересіне етін, бізде етін дейді ғой, денесін сыққызбайтын ол кісі. Маған енді сұмдық жанымыз ғана бөлек болды. Сол кісінің мен көп қасиеттерін сағынам бүгін. Көп қасиеттерін сағынам. Аллахтың қасиеттерінде шек болмайтын. Ол кісінің өсек айтпайтын, біреуді жамандап апарып тастамайтын, тіпті өзінің көрген әділетсіздіктерінің өзіне түсінікпен қарайтын қасиеттер сұмдық болатын. Мен сол кісімен қалай танысқанымнан бір не айтайыншы. Біз кішкентай жер үйде тұрдық. Ол кісі ана биік үйде тұрды. Арамызды өзен бөліп жатады. Весновка өзені бөліп жатады. Қожамқұлов Қабанбайда тұрдық. Содан мен, сенбейсіз ғой, демалыс күні 4-5 дөңгелек нанды илеймін да, бүгін демалыс қой деп, есіктің алдында үлкен тапшан стөл бар. Соған 4-5 дөңгелек нанды кептіріп алам да, содан кейін кеспей қып, кесіп, бұлай кептіріп сөйтіп алам. Содан кішкентай шарбақ бар, бүйтіп тұрады. Соған бүйтіп тұрып, ана кісі қарап тұрады да. Осы үйдің қатыны қайда дейді да. Қызық сөйлейтін кісі болатын. Мен көзіңізге мен көрінбей тұрмын ба? Менмін қатыны бұл үйдің деймін. Содан қысқасы біз осылай таныстық. Ол өз сүйінген адамына, Асқар марқұм да сөйтіп, Сүлейменов да сөйтіп сөйлейтін адам ғой, қырсық сөйлейтін адам. Ақыры біз қақатты ұзататын болдық. Сол 2 жылдан кейін ба бір. Әйтеуір қақатты ұзататын болдық. Сосын дүниенің жоқ кезі ғой, 99 жыл. Алтын бірдеңенің жоқ кезі. Менде бір қорымда өзімнің сақталған бағасымен жүрген 2-3 алтыным бартын, тағып жүрген бірнеше алтыным бартын, қолдан соғылған күміс білезік бірдеңелерім бартын. Сосын жаңа дүкеннен пәлте бірдеңелер аз ғой, ол кезде дүние аз ғой. Таппайсыз. Содан Айтотым айттым, Айтотым бендегі барым мынау, міне. Барым мынау, осыны ертең өзіңіз өзіңіз үлестіресіз дедім ғой. Сосын бір уақытта, ішінде бір не болды. Алқа болды. Соны бүйтіп ұстатты. Бұлай неменше тапталған не болды, бұлай енді жарқыраған, тапталған болады ғой, бір тапталған алқа болды. Соны ұстап бүйтіңкіреп тұрды. Ана кісінің ештеңе қызықпайтынын білетім. Ананы ұстап тұрды. Сосын айттым, Айтоты дедім, той басталды, осы алқаны сіз тағасыз дедім. Қой бірдеңе, жоқ сіз тағасыз. Қысқасы, Айтотым үйінен оның есесіне басқа бірдеңелерін ат келіп, қысқасы маған соғым келеді. Айтоты,
қалаған жағы сіздікі, қаламаған жағың біздікі, екі үйге жетеді осы сауым деймін, бір жылқыны. Иә. Алмайым дейді. Айтып отыр, сіз алмасаңыз ол батпайды. Бұл енді шіріп кететін, сасып кететін бір соғым болатын болды деймін. Жаным, егер сіз үлкен адамды қатары жоғау, кешегі даланың, созақтай даланың кемпірі ғой, мына қалада, төрт қабырғада бүйтіп отырған, мынандай үлкен деңгейін көрсететін қатары жоқ қой, деп соның жан дүниесіне мен жарық болып кіріп едім. Жаңағыдай кіші болып, сүйіспеншілікпен кіріп едім. Сол кісі өле-өлгенше менің қасыма бір адамды қоймай, бір адамды теңгермей, тілекшім болғанда тілекшім болып, айтары жоқ болып кетті ғой. Ал осында ол кісінің бізге айтатын істейтін ісі, жаңағындай Құдай тарыны қалай істейтіндігі, ашқан көжені қалай жасайтындығы, наурыз көжені қалай жасайтындығы, қысқасы осындай естеліктер, жаным. Ол менің ұстаз әкемдей болған Қадыр Мырзалиевпен болған арамыздағы сыйластық. Қадыр Мырзалиев менің не болғаныма қарсы болды ғой, журналист болғаныма. Сен журналистиканың қара жұмысымен енді қалатын болдың. Сен анандай ақын едің, қалатын болдың. Бұл жеп қояды бүкіл уақытыңды. Айтқанның бәрі келді ғой, қарасаңыз. Жаным, Тұрсынбек Кәкішұлы деген үлкен ғалым, әдебиетші, менің ғылыми жетекшім болған. Иә, ол кісімен арамыздағы сыйластық, шынайы сыйластық, шынайы күн түн демей шақырып ап ақылдасатын, сәкен сүйген сұлулардың ішіндегі біздің арқа жақтағы 80-нен асқан сұлуды маған содан сұхбат алғызуы, бұлар сіздің ойыңызды өсіріп, жаныңызды байытып, сізге деген, мені егер, Айнұр, тек қана журналист десеңіздер, ол аздық етеді. Әрине. Менің бойымда ғалымдық, менің бойымда ұстаздық, менің бойымда жаңағындай ақындығы өз алдына, журналистік өз алдына, жазушылығы өз алдына, сосын этнографтық қазақы дәстүрлерді салыстыру, ұмытылып бара жатқан дүниелерді мен тағдырыма сансыз шүкіршілік етем. Осы жылдар аралығында қаншама адамдармен достасып, қаншама адамдардың өмірін емес, өнерін ғана емес, өнегесін өмірлік азық қылып алдым ғой, жаным. Сондықтан ақыл айтуға, әлгі қазір бір соңғы кезде шыққан мақал бар, ақылды болсаң неге бай емессің деп. Ақылым бар сияқты, бай емеспін, Айнұр. Сіз керісінше бар байлықты бойыңызға құндылық қып жинап алғансыз. Негізінен қымбат апай, бұл енді менің соңғы сұрағым, бірақ көкейімде тұрған сұрағым. Айта ғой, жаным, айта ғой. Кезінде қыздарға өте көп тәлім тәрбие берілген сияқты. Біздің қазақтың қыздары ибалы, инабатты, отбасын сақтағылары келеді. Бар жағынан жаңағы жолдасының көңілінен шыққысы келеді. Сіз де өзіңіз айттыңыз, Қарақатқа қатал болдым деп. Қыздарға да қаталсыз, көбінде қыздарға үлгі насихат айтасыз. Біз жігіттерімізді босатып алған жоқпыз ба? Жақсы сұрақ. Біз, мысал үшін, біздің буын үлкендерден естігеніміз, айналайын, сүйегің сол босағадан шықсын дегенді қарғыс қылып айтқан жоқ, ұрысу қылып айтқан жоқ. Қандай жандары бізді қимай тұрып, бізге жан ашып тұрып, біздің кемшілігіміз ата-анаға білініп тұрады ғой. Менің мысал үшін ешқашан қисаймай тура айтатындығым, ол өтірік деп, бір нәрсенің өтірік екенін сырттан біліп қоятын мен сондай бір неше түрлі қасиеттерім бар. Соны менің ата-анам білмеді дейсің ба? Оның жіңішке қыз баланың жолында қаншама маған қиындық әкелетінін білмеді дейсіз бе? Білді ғой. Өзгермейтінімді білді. Соның бәрін біліп тұрып, маған айтқан ақылы, айтқан ақылы. Бізге бірдеңе қызмет істеп әпереміз. Ата-ананы несін солай ақтау керек, бір сыйлық
артықпен ақтау керек деп мүлдем олай деп ойламаңдар деді. Бізге ат атандырып, сүйек сындырып, масқара қылып, бәленнің қызы қайтып келіпті деген сөз естіп келсеңдер болды деді. Мына көрдіңіз бе? Содан кейін сол ана менің жалғыз өсуіме байланысты айтылған болу керек. Өзі айта алмай, жаңағы ана Қақаттың шешесі маған жеңге сияқты болды, ол маған ақыл айта алған жоқ. Ол мен алға енесіндей қылып сыйлады ғой, иманды болғыр, мен енесіндей қылып сыйлады. Бұның Құдай бір күн Қыпанын ренжітсек, ана ата мен әже біздің бүкіл берекеміз кетіп қалады. Малымыз сымалаға түсіп кетеді, суға түсіп кетеді, батпаққа түсіп кетеді, пойыздың астына түсіп кетеді. Бұл бір күн ренжісе, бүкіл шаруамыз кері кетеді деп әруақты сыйлады олар. Содан менің атамның қарындасына айтқызды. Біздің құдалыққа тойымыз өткеннен кейін құдалық болып осы Алматыда, сонда бидеп айтқызды маған. Жаңа біз бат әтем дейтінбіз, атамның қарындасының қызы. Соған айтқызды, жаңағы айтқызып тұр білем. Өйткені ой бір кіріп бір шығып, айта алмай тығылып, жылап сөйтіп жүрді. Мен білдім оның бірден айтқысы келіп айта алмай жүрген. Сондағы айтқызғаны. Жаңа біз бат әтем дейтінбіз, иманды болсын. Сол кісі айтты: Қыпан, ата әжең Қыпан бір күн төмен қараса ренжісе көрде тыныш жатпаймын деген, білеміз біз сені ренжісек ешқайсымыздың ісіміздің оңбайтынын. Бірақ енді көпті көрген адамбыз ғой, көпті көргесін бірдеңе айтқым кеп тұрады. Бірақ ақылым бар Қыпан деді. Бірақ ақылым бар деді. Еркектің сөзіне сөзбен жауап берем деп, еркектің қателігіне қателікпен жауап берем деп, бір күн қолын көтертіп үйретпе деді. Бір көтерілген қол түспей қояды өлгеніңше деді. Міне, осыны мен сұмдық есіме сақтап алдым. Әйтпесе жаңа басынан сөз асырмайтын, бәрін өзі біліп тұрған сияқты, шында да білесің бір қарасаң. Әрі істеп кетесің, қолыңнан келеді. Мен өзі өте еңбекқор адаммын ғой. Қыздардың көбі еңбекқор. Еңбекқормыз ғой, көбіміз. Бәріміз үй болғымыз келеді. Кімнің осы барған жерінен ат атандырып, сүйек сындырып бір әлгі пайдан қайтып кепті, атағын алғысы келеді дейсің. Сонымен бірақ дей тұрғанмен маған сол сұмдық әсер етті. Жаңа бір рет сөз қайтарма деді қысқасы. Сөз таластырма деді. Ол артық айтып тұрма, дұрыс емес айтып тұрма, үндеме деді. Шығып кетесің ба? Жоқ, үндемей өзің бірдеңемен айналысып кет, сөз қайтарма деді. Сол қайтармауың арқылы өзінің қателігін мойындап, кішкентай санасы болса, 2-3 сағатта өз күнәсін өз жуып шыға келеді, еркек деген бір бала деді. Сол айтқаны өте дұрыс екен жаным. Өте дұрыс екен. Ал әрине, ол деген сөз ұрып жатса көне бер, әке шешеңнен сыбап жатса көне бер деген сөз емес ол. Өзің соны айтқызбайтындай, жаңағындай сөз қайтарма, орынсыз быжылдап, орынсыз тисе берме, болмайтын бірдеңені айта берме. Сосын үйде жүргенде де жақсы киініп жүр деді. Күйеуге тидім болды деме. Үйде жүргенде де киімің бар ғой, жақсы киініп жүр, шашы басыңды дұрыстап, ұстап жүр үйде жүргенде де. Деп, иә. Енді мен тұрмысқа шығарда 4 жыл оқуға түспей, 5-ші жыл түстім ғой. Ол қыз балаға үшін өте не уақыт? 5 жыл өтіп кету деген үлкен уақыт қой. Сонда ішімнен бітіп ойлап жүрдім. Атам мен әжем жаңағыдай 8 баласы тұрмаған, содан кейін мені бауырына салып, мен енді сол кісілердің баласымын ғой, атын ататуым керек. Ішімнен ойладым. Мансап іздеген жоқпын, мансапты болам деп армандаған жоқпын, бірақ мақсатты болдым. Мақсатым болды. Мақсатым мықтап, дұрыс адам болам дедім. Көргенсіз деген сөз естіртпейтіндей, ол ештеңе білмейді деп естіртпейтіндей, білімі жоқ деп естіртпейтіндей, мен өзіме үнемі қамшы салған, мен өзіме үнемі біреуге түрткізбеймін деп өзімді түртіп, өзімді шұқып, өзіме тыным бермеуден тұратын адаммын да бүкіл жағынан ше. Сондай болып, сондай түсінікпен қалыптасқанда менің келген ойым, оны
кішкене ақыл кіргеннен кейін жаңағы 20 жасымда шығып атқан жоқпын күйеуге, иә, 28-29-умда шығып атырмын. Сонда биттім да, мен анандай галстугым қайда, менің көйлегім қайда, анауым қайда, мынауым қайда, анау неге төктелмеген деген, ондай күйеуге тимеймін деп өзім мақсат қойдым. Мақсатыңыз орындалды ма? Мақсат қойдым, орындалды. Бірақ битіп мақсат қойдым. Міндетті түрде ата мен әженің қолында өскен жігітке тием дедім. Тура солай болды. Тағдырыма шексіз ризамын. Бақытты болдыңыз ба? Шүкір Алла. Ешқашан менің жұмысым білесіз, журналистердің жұмысы ер адамдардікі сияқты ғой. Ер адамдармен жүресің көбінесе, байланысасың ер адамдармен, телефонмен сөйлесіп атасың, тағысын тағы дегендей, иә. Сондай кезде бір рет маған, иә, сен ол адаммен неге осы үйде сөйлесіп атсың, әйтсе неге ол сені іздеп атыр, ол тіпті маған шығып атыр деп бір тиісетін уақыты болды. Негізіше бір тиісетін уақыты болды. Бірақ сол сенімі, менің адалдығыма деген, менің жаңағындай мың жерден ер адамдармен мықты дос бола алсам да, оған әйел ретінде жылмаймайтыным, қылмаймайтыным, жаңағындай көз сүзбейтінім, ешкімнің жібін үзбейтіндей, үзуге жол бермейтінім жолдасымның толық сенімінде тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан кейде жаным, өзің мақсат пен мансапты бізге адастырып алуға болмайды. Адам өзінің шамасын білу керек. Мен қандай әйел бола алам деп. Мен мысал үшін анандай бір қырғын бизнесмен бе, қырғын бір шенеунік болатын біреу, онда мен басқа ел болуым керек. Жоқ, мен кәдімгідей адам ретінде сенің қадіріңді білетін, сыйласа алатын, бірге кәдімгідей ойласа алатын, еркін, мен оған сеніп, ол маған сеніп, қысқасы жанымызды түртпектемейтін, қайта мені әлі күнге дейін бір үйленбеген адам құсап бар ғой, бір қызығушылықпен қымбат сүйдеді ғой, бұл сүйтті ғой деп мәз боп менің сөзімді Абай айтқан сөз сияқты қылып отырады мысалы. Өте керемет. Сыйластықтарыңыз жарасқан екен онда. Сондықтан бар ғой жаным, кейде адамның ниетінен де болатын шығар. Сосын өзін жаңағындай әркім өзінің шамасын білу керек негізі. Мен осы мынандай нені көтере алам ба? Мен мынандайға лайықтымын ба деген сияқты. Мен рөлді ойнай алмаймын. Ал рөлді ойнай алмайтын адамның рөлді ойнамайтын кәдімгідей қоңыр, орта тірліктегі адам болады ғой. Бір айлыққа мен қанағат ете алам. Мен барға қанағат ете алам. Ананыкі анандай, біздікі неге ондай деген. Ешқашан менде болған емес. Бізде андай жоқ. Әйтсе, сен неге қосымша анандай жұмыс істемейсің, қосымша неге мынандай ақша таппайсың деген. Менде әңгіме болмайды ондай. Мен шүкіршілік етем. Өйткені бізде өлікке бара аламыз, бата жасап, қуанышқа шашу шашып бара аламыз, достарымыздың бүкіл анасына мынасына қатыса аламыз, ағайынның арасында жүре аламыз, Құран үйде кез келген уақытта шақырып Құран оқыта аламыз, жолдасын бір жағынан өзім бір жағынан істеп жатамыз, иә. Сондықтан бұл отбасын сақтау, содан кейін ол тек қана айтқанмен де жүріп қалмайсың, ал бірақ жаңағыдай тәрбие көріп өскен, үлкендердің ақылын алып өскен адам, соның жаңағыдай ең негізгі бір түйір ойын тиіп қоясың да, түйсігіңе, бір жүрегіңе тиіп қоясың, сонысын істейінші деп. Қысқасы, айырылысуға, ұрысуға, бірдемеге дайын тұрмайсың да оған. Ондайға жол жоқ деп ойлайсың да. Ал сол үшін біріңді бірің жаңағыдай өтектеп жіберуге кейде саңырау, кейде мылқау, кейде соқыр болуға кейде тура келеді. А есесіне сен соған сабырың жетті ма, ылғи жеңісте жүресің, күліп жүресің және. Түптеріңе жетті ғой, тұйғым болып бүргендер, тауық болып кетті ғой, тотығыс болып жүргендер дейді. Бауырларым, жас жігіттер, жастар, біз 40 жаны бар әйел затымыз ғой. Аналарыңнан бастап, апа, әпке дейсіңдер, қарындастарың бар, қыздарың бар.
Біздің бәріміздің затымыз, материалымыз біреу ғой. Біз қанша қабілетті болсақ та, біз ақылды болсақ та, біз сабырлы, төзімді болсақ та, біздің қолымыздан еркек әйелдің жұмысының бәрі келсе де, біз соның бәріне үлгеріп жүрсек те, сіздер білесіздер ме? Біз ер азаматтардан, жігіттерден үнемі арқа сүйерлік, қамқорлық күтеміз. Өйткені біздің табиғатымыз нәзік. Сондықтан жандарым, ананы қуантқыларың келсе де, ертең қыздарыңның бақытты болғанын көргілерің келсе де, Құдай қосқан жарларыңды көңілін қалдырмай, сенімін сындырмай, жолын жаппай, қабағына мұз қатырмай, жүрегін суытпай, бәрін тастап сендер үшін келді ғой, сендерге жар боламыз, сүйіп тұр мені, жігіт сүйіп тұр, бәрін артқа тастап, алдымда не болар деп, еш нәрсеге күдіктенбей сендерге сеніп келді ғой. Сендер алдым болды, не істесем өзім білем демеңдерші, әдемі қып қастарыңда. Екі жүрек осы былай қосылмай ма? Қосылған кезде әдемі боп, жүрек боп тұрмай ма? Бүтін боп жүріңдерші жаным. Біріңді бірің жараламаңдаршы. Сонда сендер ананы да сыйлаған боласыңдар. Сонда сендер ертең қыздарыңның бақытын көретін бақытты әкеде боласыңдар. Ападан ақыл осы болсын. Қандай күшті. Мен жылап қалдым ғой өзім. Рахмет сізге. Енді маған және көрермендеріме бір батаңыз беріп жіберіңіз, сонымен хабарымызды аяқтайық. Әкеге тартып, қызда шешеге тартып, біз күткендей ұлымыз ұлықты, қызымыз қылықты болады ғой. Айнұр ханым, еңбегің жансын жаным, істеріңіз алға бассын. Осы елге деген адал жүрек, ел мен ісі бар адамның мен жерде қалғанын көрген жоқпын. Елдің есінде қаласың, елдің жүрегінде қаласың. Айналайын, әр қазақ бір керегіне, бір кәдесіне жаратып кететіндей істеріңе береке тілеймін. Аумин. Тамаша. Сізге көп-көп рахмет. Бүгін келіп, балаларға, ата-аналарға ақыл кеңесіңізді айтып, қалай кітап оқимыз, қалай білімімізді жетілдіреміз, оңай, жеңіл жолдарын бәрін көрсеттіңіз. Уақытыңызды қиып келгеніңізге мың алғыс. Сіздің уақытыңыз жоқ екенін білем, соған қарамастан. Мақсатымыз бір екен, елге пайдалы болсақ, балаларға бір берерім болса тимесе деген оймен ниеттес болып бүгін жолыққан екенбіз. Мың алғыс сізге.